Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Түнікұл Зияда Нұрлыбекқызы, 22-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Бүгін сіздермен сабақта акты қолдану арқылы нәтижелі білім берудің 10 қадамдары атты тәжірибемен бөлісемін. Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданудың маңыздылығы қандай? Ол ең алдымен оқыту әдістерін жаңартуда, көрнекіліктерді арттыруда, оқушылардың білім сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды нәтижелі пайдалану үшін келесі қадамдарды атқару қажет. Мұғалім өзінің оқыту мақсаттарына сәйкес актыны сабақтарына енгізу қажет. Сабақ процесінде интерактивті платформаларды пайдалану оқушылардың белсенділігін арттырады. Сондай-ақ әртүрлі бейне материалдарды, анимациялық видеороликтерді көрсету де оқушылардың қызығушылығын арттырады. Сондай-ақ электрондық оқулықтар мен презентацияларды дайындау, кері байланыс жүйесін ұйымдастыру, сабақ процесі кезінде практикалық жұмыстарда актыны қолдану да материалдар мазмұнын байытады, сондай-ақ оқушылардың сабаққа деген дағдыларын қалыптастырады. Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында актыны қолдану қалай тиімді жүзеге асады? Енді осыған тоқталып өтейік. Мен өзім сабақ процесінде жобалық оқыту процесін, яғни жобалы оқыту технологиясын қолданамын. Ол дегеніміз кез келген пәннің тақырыбына сәйкес, кез келген оқыту мақсатына сәйкес оқушылар презентациялық жұмыстарды орындап өздері қорғай алады. Яғни сол тақырыпқа сәйкес таныстырылым дайындайды. Мысалы, абайтану пәнінде 10-шы сынып оқушылары абай өмірі мен шығармашылығы тақырыбында өздері презентациялық жұмыстарын ұсынған болатын. Қазақ әдебиеті пәнінен бөлек, қазақ тілі пәнінде тиімді құралдардың бірі ол онлайн платформаларды пайдалану. Яғни оның бірі Learning Apps платформасы. Бұл платформа арқылы қазіргі таңда оқушылардың көп жағдайда тілдік дағдылары дамуы кеш байқалып жатады. Яғни бізде тілдік бағдар бойынша келетін тақырыптарды оқушыларға ұйымдастыратын кезде осы платформа арқылы әртүрлі жеңіл тапсырмалар беруге болады. Оқушылардың барлығы белсене қатысады, сабақ процесінде тиімді қолдана алады. Яғни бізде әлеуметтік желілер тақырыбы бойынша 7-ші сынып оқушыларына Learning Apps платформасын есімше мен көсемшелердің жинақтарын табуда ұйымдастыра алдық деп мысал көрсете аламын. Келесі бір тиімді платформалардың бірі ол Lumio платформасы. Бұл платформа арқылы оқушыларға сабақ процесінде, сабақ үстінде әртүрлі қосымшалар тапсырма беруге болады. Сондай-ақ үй жұмысын осы тапсырма арқылы сұрауға болады. Квиз сұрақтары, викторина сұрақтары, сәйкестендіру тапсырмалары секілді жеңіл тапсырмаларды осы платформа арқылы жүзеге асыруға болады. Атап айтар болсақ, 6-шы сынып оқушыларына арналған көнерген сөздер тақырыбында оқушылар осы платформа арқылы әртүрлі жеңіл тапсырмаларды орындай алады. Сондай-ақ қазақ тілі сабағында Тарсия әдісі арқылы да бірнеше тапсырмаларды беруге болады. Бұл қазіргі таңда ең кең таралған әдістердің бірі. Бұл әдісті де мұғалім әртүрлі сайттар арқылы жасай алады. Сонымен қатар оқушылардың логикалық қарым-қабілетін дамытуда Flippity.com сайты өте көп көмектесе алады. Бұл сайт арқылы біз спиралды оқыту әдісін оқушыларға жүргізе аламыз. Қазіргі таңда мәтінмен жұмыс оқушылардың арасында өте кең таралған тапсырмаларды орындауға сеп бола алады. Бірақ мәтінмен жұмыс жасаған кезде оқушыларды ойлау дағдысын логикалық тұрғыда жетілдіру үшін осы спиралды оқыту әдісін Flippity.com арқылы жасай аламыз. Сонымен қатар оқушылардың өз игерген материалдарынан кітапша жасауда ол Хезин платформасы ерекше рөл атқарады. Бұл платформа арқылы оқушылар сол тақырып бойынша, белгілі бір тақырып бойынша сөздіктер, әртүрлі кітапшалар жасай алады. Алдарыңызда осы платформаларды, сөздік кітапшаны осы платформаға салып, оқушылар өз кітапшаларын электронды түрде көрсете алады. Сондай-ақ сабақ бекітуде Google форма платформасын қолдануға болады. Бұл платформа арқылы оқушыларға тест ұйымдастыруға болады, әртүрлі пәнге байланысты сұрақтарды беруге болады. Сондай-ақ анонимді сұрақтарды да сауалнаманы да осы платформа арқылы ұйымдастыруға болады. Сондай-ақ 11-ші сынып оқушыларына арналған оқу сауаттылығы пәнінен әртүрлі тесттерді де осы платформа арқылы ұйымдастырамын. Сондай-ақ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде әртүрлі мобильді қосымшаларды да пайдалануға болады. Бұл платформаны қосымшаларды мұғалімдер ғана емес, оқушыларға үй тапсырмасын беру арқылы да ұйымдастыруға болады. Сол платформалардың қатарында Canva, Jamboard және ChatGPT.
платформалары. Мысалы, ChatGPT платформасы арқылы оқушыларға Ақтамберді жырау мен Шалкей жырау, осы екі жыраудың арасындағы диалогты осы платформа арқылы құрастырып келуді сіз үй жұмысына беріп тапсырсаңыз болады. Сондай-ақ Jamboard платформасы арқылы оқушылардан үй жұмысын сұрауға болады. Canva қосымшасы арқылы әртүрлі электронды постерлерді тапсыруға, сондай-ақ әртүрлі презентациялық слайдтарды ұйымдастыруды тапсыруға болады. Сондай-ақ сабақ аяқталғаннан кейін оқушылардан кері байланыс алуда да тиімді платформалар бар. Олардың қатарында өзім қолданатын WooClub және Classroom Screen, Padlet тақтасы платформаларын қолдануға болады. Мысалға, WooClub платформасында оқушыларға ұялы телефон арқылы бүгінгі сабақ процесі қалай өтті, сіздер қандай ақпарат алдыңыздар деген сұрақтарды қою арқылы олар өз кері байланыстарын жасай алады. Дәл сол сияқты Classroom Screen платформасы арқылы да оқушылар сабақ аяқталғаннан кейін өзінің кері байланыстарын жасайды. Қорыта келгенде, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланудың нәтижелі қадамдары ол әрқашанда заман талабына сай біз үшін, яғни мұғалімдер үшін өте маңызды болып саналады. Тек қана мұғалімдердің қарым-қабілетін ғана дамытып қоймай, сондай-ақ оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, шабыттарын шыңдауға көмектеседі, ғылыми көзқарастарын айрықша дамытады деп айтсақ болады. АКТ-ны тиімді пайдалану заманауи білім берудің ажырамас бөлігі. Егер біз мұғалімдер АКТ-ны, ақпараттық коммуникациялық технологияларды, әртүрлі интерактивті платформаларды, бейне материалдарды өз сабағымызда тиімді пайдалана алсақ, онда білім беру процесінде оқушылардың деңгейі де көтеріліп, мұғалімдердің деңгейі де жаңа қарқынға ұласады деп сенеміз.